Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Қалайсыздар? Бүгін сіздерге бір күшті жаңалығымыз бар. Бүгін біздерде қоянымыз туды. Көжектеп, жалпы осының ішінде тұрған, мына сеткінің ішінде. Онымен жан-жақтары ашық тесік, жүнін жұлып тыстаған сайын жүндері ұшып отырып, манағыдай анау жерде жиналыпты. Сол уақытында көріп қалып, әйтеуір мына қораға ауыстырдық. Мұның ішіне екі қоянды мұнда жібердік. Былай кішкене біздер салқындау, сол себепті осының ішіне жемін, суын барлығын туайын деп жатқанда қойып қойдым. Аллаға шүкір, 5 көжек туды. Қазір көжегін алыстан көрсетейін, бірақ мен жеп қоймайса екен деп тұрмын. Бүгін ғана туды. Негізі ұстауға болмайды, қызғанып тұр. Соны айтайын деп сіздерге бүгін видео сүріп жатырмын. Келесі видеода көжектер міндетті түрде сүретін болам. Шешесі қызғанып тұр, бет жауып қойдым жел келмеу үшін. Қазір кішкене күн салқындау, қояндарымыз тоңып қалмасын деп. Кішігірім видео болсын деп осы видеоны сүріп жатырмын. Көжектерін келесі видеода міндетті түрде көрсететін болам. Әзірге қояндарымыз осы, балапандар барлығы бір қалыпты. Жұмыртқасы, қаздың жұмыртқасы жайлап жиналып келе жатыр. Мінекей 4 жұмыртқа. Жұмыртқалар жиналып тұр. Енді алла бұйыртса, бұнда қаздың манаға басатын уақыттарында, басып жатқан кезде сіздерге міндетті түрде видеоға түсіретін болам. Әзірге осы. Әзірге жақсы сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.